Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, тыныштықты сақтайық, шебер сынып мәдениетін сақтайық. Енді бүгінгі біздің шебер сыныбымыздың тақырыбы тарих сабағында инновациялық әдіс тәсілдерді пайдалану. Енді біздің мектептің жобасын сіздер білесіздер, бұл IT мектеп, сондықтан бар мүмкіндігінше жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланып, өзіміздің сабағымызды заманға сай өткізу. Енді мен сіздерге осы бүгінгі шебер сыныпты пайдаланып, мен және біздің мектептегі жас маманның қатысуымен жасалған әдістемелік жұмысты ұсынуым кетті. Ол 5-ші сынып үшін жасалған жұмыс дәптері. Енді ал баста біздің жас маман Сарман Аслан жарысқа қатысқан болатын. Сол кезде қосымша тапсырмаларды ғана жасаған болатын. Бірақ осы қосымша тапсырмаларды жаңа толықтырып, түсініктеме хатын жазып, 36 сағатқа қазіргі оқу жүктемесіне сай әзірлеп жасадық. Соны сіздерге таныстыруға рұқсат етіңіздер бірінші. Сонымен 5-ші сыныптарға арналған Қазақстан тарихы пәнінің жұмыс дәптері. Енді неге 5-ші сынып себебі енді жаңа дисциплина ретінде бастап отырған оқушыларға бұл ең үлкен біздің тарапымыздан көмек болатын болса, 5-ші сыныптарға арналған Қазақстан тарихы пәнінің жұмыс дәптері әзірленді. Енді ол біздегі жаңа Қызылорда облысындағы өрлеу орталығынан біліктілік арттыру орталығынан шықты. Түсініктеме хаты берілген. Қазіргі біз оқып жатқан Атамұра баспасынан шыққан 2017 жылда шыққан Қазақстан тарихын негізге ала отырып әзірленді. Енді жұмыс дәптер мақсатына келетін болсақ, жас білім алушылардың бойында ұлттық сана, патриотизм, еліміздің тарихы мен мәдениетіне құрмет көрсету, өз ата-бабалардың жетістіктеріне деген мақтаныш сезімін қалыптастыру, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды дарыту, зерттеушілік ойлау, коммуникативті дағдыларды дамыту мақсатында жасалған. Енді жұмыс дәптеріне күтілетін нәтижелерге келетін болса, ол тарихи концепттер негізінде жүзеге асырылды. Яғни өзгерістер сабақтастық, себеп және салдар, дәлел, ұқсастық пен айырмашылық, маңыздылық деп көрсетіледі. Енді мен сіздерге айтып кеттім, осы жылғы оқу жылының ерекшелігі 36 сағатқа жасалған. Соған байланысты біздің жұмыс дәптерімізде 36 сағатқа сай әзірленіп отыр. Енді кіріспе сабақ, алғашқы адамдардың өмірі деп сіздер өздеріңіз білесіздер, 4.90-ға бөлініп 36 сағатқа жасалып отыр. Енді одан басқа жаңағы 36 сағаттың қысқа мерзімді жоспарлары жасалып тұр. 36 қысқа мерзімді жоспар жасалып отыр. Бұл егер де сіздер қажет етсеңіздер, жаңағы электронды пошталарыңызды берсеңіздер, салып жіберуге болады. Енді одан кейін келесі топтарын ашсаңыз, жаңағы тапсырмалар берілген. Мысалы, бірінші енді мына жерде жаңағы әр қымыжыға қосымша тапсырмалар берілген. Сол тапсырмаларды сіздер орындайсыздар. Енді бұл тапсырмаларды инновациялық әдіс тәсілдермен орындауға болады. Енді сол тапсырмаларға тікелей көшсек болады. Енді оның барлығы білетін шығарсыздар, барлығы көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Барлық 4.90-ға жасалған. 4.90. Қымыжысы бар, 4.90-ы бар. Егер керек болса, салып жіберуге болады. Енді сіздердің алдарыңызда QR кодтан орналастырылған тақталардың сол QR кодтарға назар аударсаңыздар. 10-шы көмір көтеріп тұр. Қалғандарыңыз көтерсеңіздер, сол кезде шыға береді. Мына жерде. Көрдіңіздер ғой? Мына сол күйге прикрес бағдарламасы жауапты дұрыс шықса жазып. Көрдіңіздер ма? Бір жағдай тиімді. Қазақстан белгілі. Барлық балалардың жұмысын оқып жатыр. QR код бойынша сіздер ойлайсыздар барлығы жатқан сайтта. Бірақ мына жерде индивидуально әрқайсының өзінің таңбасы бар. Әр номердің өзінің оқушының аты жөні бар. Сол алақта, мына жақта, сол жақта барлық көріністер бар. Енді қараңыздар, одан кейін сіз мысалы барлық өмірлерді көрдіңіздер. Енді осы Прикерс платформасы бойынша протоколды да шығарып жібере аласыздар. Кім қандай сұраққа жауап берді, кім қаншалықты жауап берді. Мысалы, менде 5-ші А сыныбы, бүкіл сыныптарды енгізіп қойдым. 5-ші А сыныбы бойынша сіздер, яғни жұмыс жасадыңыздар. Ал
орындадыңыздар. Мысалы 12-ші жаңа қонақ мына жерде аты жөнін жазуға болады, 100% дұрыс жауап берді. Мына жерде дұрыс жауап бермеген. Себебі неге сіздер дұрыс жауап бермедіңіздер? Сіздер жаңағы әріпке назар аударған жоқсыздар. Мысалы, мына жерде жоғары А жағымен көтеріліп тұрса, А-ны көтерсеңіздер, сол А-ны оқиды. Міне, армандарда не? Мынау Д. Одан кейін С. Көрдіңіздер ғой? Д, мынау В. Деп нұсқаларды оқиын болды деген. Нәтижесінде сіздер 100% орындай алмадыңыздар. Бірақ 5-ші сынып оқушысы бұны 100% орындайды. Шартты айтқан кезде 5-ші сынып оқушылар олар қазіргі заманауи оқушылар ғой. Олар бірден түсінеді. С нұсқасы, В нұсқасы, А нұсқасы. Сіздер түсінген жоқсыздар. Формаша 5 сұрақ орналастырдық. Енді әлі 3 сұрақ бар. Көрейік қаншалық екен, иә? Ал, келесі 3-ші сұрақ. Мынау 2-ші сұрақ бойынша. Бұл 2-ші сұрақтың протоколы қаншалықты жауап берген көріп тұрсыздар. Тағы да 100% шыққан жоқ. Тағы да тапсырманы сіздер орындай алмадыңыздар. Бұл 5-ші сыныптың тапсырмасы. Жоқ, мына жерде ол артына жазғанға сіз қарамай ақ қойыңыз. Ол артына жай жаңағы не кінәлі ретінде жазылған. Неге сіз тіркейсіз? Сіз тіркелген кезде өзі аты жөнін шығар. Қателесу мүмкін емес. Сіз тіркелмегенсіз ғой, иә. Бұл әлі жаңағы ал С жауа дегеніміз не? С-ны білмеңіздер бірінші рет. Мына жерде карточкалар толық шыққан жоқ, әлі толық қамтылу келген жоқ. Қазір интернетке ауданда қояйық. Өте тиімді, қызықты, тез, жылдам, интернетті жақсы ұстаса болды. Енді сіздердің алдарыңызда ноутбук орналастырылған. Ноутбуктарыңызды ашсаңыздар, келесі платформа Learn Apps бойынша жұмыс жасаймыз. Қазір тақтамен жұмыс жасаса, қалған 3 қатар үндемесе, сосын өздерінің жұмыстарын тексеріп отырса, келістік па? Енді бала өзі белгілейді, бір жағынан жаңа функционалды сауаттылығы бар, ол ойланады, рем қашан бұрынды деген секілді нәрселер, мынаны жоғары сыныптарға да пайдалануға болады. Енді математикамен тікелей байланысты әрине. Жақсы. Келесі, 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырма. Ежелгі адам қасында тұр, қасында орналасқан алғашқы адамдардың өмір сүруіне қатысты мағлұматтарды сіздер жинастырасыздар. Мысалы, екінші адам, антикантроп, синантроп, одан кейін неандерталь деген адамдар бар ғой, тек жүрген адам. Сол адамға қатысты мағлұматтарды сол бір топқа, бір яшыққа жинайсыздар. Мынау яшықтардың ішінде, одан кейін кете береді жалғасып. Әр яшықты апарасыз. Түсіндіңіздер ғой? Сіздер орналастырыңыздар, сосын ең сонда тексереміз. 2,5 миллион. Қайда бұл? Ерте тастауы. Франция қайсына сәйкес келеді? Жақсы. Қытай қайсына сәйкес келеді? Неандерталь қайсына сәйкес келеді? Сәйкес келеді. Жақсы. Синантроп қайсына сәйкес келеді? Келесі, кроманьон қайсына? Жақсы. Африка қайсына? Пятикантроп. Германия қайсына? Үшінші платформа Padlet платформасы. Бұл платформаны негізінен кері байланысқа пайдалану өте тиімді. Бірақ сонымен қатар жаңа органайзерлер де бар, таблица да бар, схема да бар, бос орынды толтыру да бар, суретпен жұмыс жасау да бар. Бірақ маған ұнайтын тұсы бұл кері байланыста. Кері байланыс. Мысалы, тақырыпты бала қаншалықты игерді. Алғашқы адамның пайда болуы. Бізде негізінен 2 түсінік бар. Солай ғой? Бұл діни түсінік және ғылыми түсінік. Енді сіздердің қазір соткаларыңызда мобильный данный бар шығар, және интернетті қоя қояйықшы. Сіздерге ссылка жіберіледі. Сол ссылка бойынша сіздер әр өзіңіздің ойыңызды алып, ғылыми түсінікті қолдайсыз ба, діни түсінікті қолдайсыз ба, жазасыз. Одан кейін нүктедегі есіміңді жазып кетсем, мысалы Әлия деп. Себебі сіз менің жүйемде тіркелмегенсіз ғой. Сіздің есіміңіз аноним болып шығады.
тұрады. Мына жерде пікіріңізді жазасыз, одан кейін нүкте, комментарий қойып, атыңызды, есіміңізді жазасыз. Ал ссылкаға жіберілді ме? Жіберілді. Жақсы. Ал ссылканы аштыңыздар. Енді мобильный данныйларды жақсы ұстайтын шығар. Жақсы. Міне, ақтоқты әлі жазып жатыр. Не дейді? Меніңше, мына жерде көрінбей тұр ма? Ақтоқты деп қана түсті. Ағаның гау дүние түсінік деп жазыпты. Ол не деген сөз? Гау дүние түсінік. Қайсы садайсы деген ғой? Ол дұрыс жазсаңыздар. Бірінші адамға жаратылды, оның қабырғасынан қалана. Немесе балшықтан жаратылды. Біреу айтады, жоқ, Чарльздармен жаратты. Оны айтып жатқан мысалы біздің ержан деген жігіт. Түсінікті ғой, иә? Сөйтіп өзіміздің жаңағы тақырыпты, қаншалықты игергендеріңізді мен біріншіден көре аламын. Екіншіден сіздер жаңағы пікірлеріңізді де, жылдамдықтарыңызды IT бағдарламалар мен жаңағы инновациялық жалпы бұл подряд платформасы тек қана кері байланыс үшін ғана емес, сонымен қатар барлық функциялар бар. Ішіне кіріп таныстарыңыздар болады. Таблица да бар, схема да бар, бос орынды толтыру да бар, тест те бар. Бірақ ең күштісі бұл кері байланыс. Келесі, осы неге байланысты? YouTube желісіне тыңдаңыздар. YouTube желісіне өткен айда мен сабақ жүктеген болатын. Жаңағы Нұргүл апайымыз өткен сабақ. Қараңыз, балалардың жылдамдықтарына келгенде жұмыс жасап жатыр. Сая, лагерінің жүйесі жойылды дейді. Күні жаңа балалардың жұмыс жасап жатырмыз. Интерактивті тақтамен лагерінің жүйесі жойылды дейді, жұмыс жасап тұрмын. Сіздер осылай жазалмаңыздар сақталады дейді. Жазалмаңыздар. Сіздерден осы подряд тақтасы арқылы жақсы кері байланыс алды. Сіздерге көп рахмет. Енді сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Енді үй тапсырмасын өзінің әдісін бойынша жаңағы оқытудағы альтернативті даму моделі деп алып отырмын. Мысалы, егерде жылдық кезеңі болмаған жағдайда, Қазақстан қалай дамыр еді? Немесе, тағы да, егерде қазан төңкерісі болмаған жағдайда, кеңес үкіметі болмағанда, 70 жыл болмағанда, ел қалай дамыр еді деген секілді нәрселер альтернативті даму модель әдісі ретінде жаңағы үй тапсырмасына шығармашылық жұмыспен айналысуға көп мүмкіндік береді. Сол модельді өзім жақсы көремін. Енді сіздерге алдарыңызда А4 берілген жұмыс жасайсыздар. Егерде жер бетін мұзды баспағанда адамзат тарихы қалай өрбіреді, қалай дамыр еді. Сол бойынша жұмыс жасасаңыздар, топпен жұмыс жасайсыздар, сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Оқытудың альтернативті даму моделі әдісі үйде балаларға шығармашылық жұмыспен жұмыс жасауға көп мүмкіндік береді. Енді қараңыздар, назарларыңызды аударсаңыздар, бұл IT мектеп қой. Сондықтан мен жаңағы көп уақыт алып, жаңа оны тексеруге тағы уақытым жоқ. Электронды почтамды беремін, соған салып жібереді өздерінің модельдерін. Сосын өзіңіз үйде оқып отырсаңыз, бағаласаңыз да болады. Түсінікті ғой?